Алмалы ауданында карантин талаптарын өрескел бұзған ойын-сауық орталығы анықталды. Балалар ойнайтын алаңда 80-ге жуық адам жүрген. Оның көбі кішкентай балалар. Әлеуметтік арақашықтық мүлде сақталмаған. Ата-аналар болса медициналық бетперденің өзін дұрыс тақпаған көрінеді. Ережені ескермеген нысанға аудан әкімдігінің қызметкерлері келіп, хаттама толтырды. Анықталғаны кәсіп иесіне осыған дейін де ескерту жасалған екен. Атриум торговый центрінде наследники деген балалар аттракцион жұмыс істеп жатыр деп. Келу барысында факт дәлелденді. Шамамен бір 80 адамдай бала ойнап жүр екен. Сонымен қатар материалдар жиналып ССке жіберіледі. Кәсіпкер тексеріс тобына ақталып әлек болды. Айтуынша карантиндік норманы бұзбаған. Келушілер тексерістен өтіп қана кіредіміз. Алайда ойын-сауық иесі балаларға арналған аттракциондардың жұмысына тыйым салынғанынан бейхабар көрінеді.